тілдің қолданыстық аясын кеңейтудің жолы қазақ тілді орта құру. Қалалық білім берудегі жаңа технологиялардың ғылыми-әдістемелік орталығы және Медеу ауданы білім бөлімінің қолдауымен 2024 жылдың 14 ақпан күні Бауыржан Момышұлы атындағы номер 131 мектеп-лицейінде біртұтас тәрбие және Алматы мектептері бағдарламасы аясында мемлекеттік тілдің қолданыстық аясын кеңейтудің жолы қазақ тілді орта құру атты қалалық семинар практикумы болып өтті. Сегодня в школе-лицее номер 131 имени Бауыржана Момышұлы был проведен семинар на тему погружения казахского языка как государственного языка в языковую среду. На данном семинаре наша управленческая команда, а также наш коллектив показали методы и приемы работы внедрения казахского языка. Ұйымдастырылған семинар практикумға қалалық білім берудегі жаңа технологиялардың ғылыми-әдістемелік орталығының тәрбие бөлімі әдіскері Исатаева Ақерке Сағатовна, Медеу ауданы білім бөлімінің басшысы Сапарова Ағайша Амировна, Медеу ауданы білім бөлімінің әдіскері Ақылбекова Елмира Нұргазиевна және Алматы қаласы мектеп директорларының 50-ден аса орынбасарлары қатысты. Бүгінгі Бауыржан Момышұлы атындағы нөмірі 131 мектеп-лицейде өткен семинар Алматы мектептері және біртұтас тәрбие жобасы аясында өткізіліп отырған жұмыстарға өзіміздің тәжірибемізді ортаға салу. Бұл біздің алдымызға қойған мақсатымыз қазақ тілді орта жасау. Барлық пәндік сабақтарда балаларды еркін қазақ тілінде ойын жеткізуге, қазақ тілінде еркін сөйлеуге үйрету аясында жұмыстар жасап, тәжірибемізді бөлістік. Аталмыш семинарда мектепке бейне саяхат жасалып, демалыс атмосферасы нетворкинг ұйымдастырылды. Біртұтас тәрбие және Алматы мектеп бағдарламаларын жүзеге асыру барысында білім беру ұйымдарының алдында тұрған міндеттер қарастырылып, Алматы мектептер жобасының презентациясы көрсетілді. Сонымен қатар мұғалімдердің сыни сандық ойлау технологиясы арқылы қазақ тілін енгізу, тарих, биология, математика сабағындағы қазақ тілді орта, ата-әже тәрбиесі, мен дау-дамайды шешіп үйренемін сынды панорамалық кіріктірілген сабақтар өткізілді. Мектеп ұстаздары шеберлік сабақтар мен тренингтар барысында батыл ұйымдастырып, өз тәжірибелерімен бөлісті. Сондай-ақ семинарда орыс сынып оқушылары қазақ тілінде театр сахналап, ертегі қойып, барлығы бірге хор орындады. Дулатбек Нұрланұлы, Алматы қаласы, білім айнасынан.